Е-мое. Почти 6 километр жүрдім. Ешкім жоқ. Судың ішінде очкиімді жоғалтып алдым. Картал станциясынан түсіп қалдым. Бүйекабада аралына бару үшін. Картал портынан кемеге міну үшін осылай жолдан өту қажет. Ана жолдың ар жағында Бүйекабада Хейбелі аралдары. Картал станциясынан кемеге отырып Бүйекада аралына аттандым. Хейбелі де Бүйекада аралда бір-біріне жақын орналасқан. Осылайша Адалар станциясына да келіп қалдым. Бұл кемеден Стамбул қаласына көрініс. Кемеден кілең түрік азаматтар болды. Бір туристті байқамадым. Билет құны 65 лира болды. Бұл Бүйекада аралының жағалауы. Картада көрсетілген аралдар Түркияның Мармар теңізіндегі Принц аралдары Адалар деп аталады. Қазақша бұл аралдарды былай атаймыз. Бірінші, Бүйік ада, ең үлкен арал. Хейбели ада, көлемі жағынан екінші арал. Үшінші, Бургаз ада. Төртінші, Қыналы ада. Бесінші, Седеф адасы. Кішірек және жеке аралдар. Бұл аралдар Стамбул қаласына жақын орналасқан және туристер арасында өте танымал. Бүйекабада адаларда отыр. Велосипедті жалға алуға болады. Менің аралға келген негізгі мақсатым бұл пляжға барып суға түсу болды. Сол себепті автобусқа сразу отырып пляжға жөнелдім. Айналада кілең заманауи салынған үйлер. Аралда бір байқағаным, курортный зоналары өте көп. Көбісі велосипедпен жүр. Автобус пляжға дейін баратын болар деп ойласам, тек ортасына дейін, Луна парк деген жерге дейін әкеліп тастады. Әрі қарай жалғыз жүріп көрейінші деп жаяу бастым. Бұл өте үлкен қателік болды. Себебі Верамбак пляжы мына жерде, ал мен мына жерде.
Каппадоның пляжына жиі барады достар. Жүре бере алдымнан жылқы фермасына тап болдым. Иісі дейтін енді айта алмадым. Жаман иіс. Айналамда ешкім жоқ. Тып-тыныш. Жалғыз жүре бердім. Аралдың шеті болғасын болар. Интернет сет өте шамалы ұстады. Сол кезде мен қорқа бастадым. Қазір алдымнан жылан, жыртқыш жануарлар шығып қалса не істеймін деп. Е-мое. Почти 6 километр жүр. Ешкім жоқ. Енді сәл жүре бергенде екі орыс қызды көрдім. Олар таксимен түсіп қалды. Олар неге осы жерден түсіп қалды деп ойласам, пляж дәл қасында екен. Пляжға жету үшін баспалдақтан түсу қажет. Скопистого. Қандай жол бүгінік. Оны өтірші. Кішкентай ғана аралдың өзінде бірнеше пляждар бар екен. Мен Мейрамбақ пляжын таңдадым. Бағалары көбінде бірдей. 300 лирадан бастап 550 лираға дейін. Келе сала прайс бағаны сұраған болатынмын. Түрік азаматтары бұл африкалық жігітті ағылшынша біледі деп маған сөйлесуге жіберді. Одан бағасын сұрағам. 550 лира деп айтты. Оның ішіне Адалар станциясына трансфер кіретінін ескертті. Ол дейтініміз, мен банаға жаяу жүрген жолдарды қайтып жүруім қажеті жоқ. Өздері кейінмен апарып тастайды. Сосын мен сол 550 лираға жақсы деп келістім. Қара теңіз суы. Су мөлдір, шөп жылы. Судың ішінде очкиімді жоғалтып алдым. Неде? Черное мореда. Сондай терең. Походу оған енді жоқ қой енді очки. Жоғалттым ол очки. Ладно, очкисіз жай ғана сүреміз. Сіздей сабақты жол болды ғой.
Штативімді қонақ үйге тастап кеткесін видеоға түсіретін кісі іздедім. Ойыма бағанағы Мәскеуден келген 2 орыс қыз келді. Солардың біреуіне айта салдым. Да, егер Итамбах пляжына билет сатып алсаңыздар 500 лира бесплатно суғасыңыздар енді тамақ бермейді, просто су сатып алып сонда кетіп и суға түсіп болғаннан кейін бесплатно апарып тастайды қайықтармен либо андай үлкен қайықтармен апарып тастайды станцияға Буекада, потом Буекададан обратно. Көрдіңіздер ме суды қандай? В целом 500 лира тұрады. 500 лира ол где-то 25 па 30 доллар ма сондай. Болғасын кемемен трансфермен Адалар станциясына апарып тастады. Осындай кемемен алып кетеді. Келіп тұрыңыздар, 500 лира всего лишь. Ото қандай? Адалар станциясынан Каботаж станциясына дейін сағат 7-ге дейін жүреді екен. Мен уақытында 6-да келіп үлгердім. Очередті енді айта алмадым. Сілердің бәрі Каботажға тұр. Үлгере алмағандар басқа станция арқылы барады, немесе осы аралда отель жалдап қонады. Күннің батысын, закатын қараңыздаршы, қандай әдемі. Отельге жетем дегенше кеш түсіп кетті. Көше толы адамдар. Метромен отельге жетіп қалдым. Видеоның соңында айтайын дегенім, жазда барған саяхатыңды неге тек енді салып жатырсың деп сұрайтын боларсыздар. Шыны керек, бұл видеоны шығаруға көп уақыт кетті. Әсіресе монтаждауға, сценарий жазуға. Сонымен қатар менде қымбат камерада, қымбат петличка да жоқ. Видеоның бәрі iPhone 13-ке түсірілді. Сіздерден лайк, қолдау күтемін. Нон-стоп саяхаттауым үшін қазақша контентті қолдайық, ағайын. Және де танымайтын белгісіз аралдарға ешқашан да жалғыз өзіңіз бармаңыздар. Аралға жалғыз бару әрине жақсы, бірақ та ошибка выжившего дегенді ұмытпағайсыздар. Біреуі тірі қалса, қалғандары тірі қалады дегенді білдірмейді. Сақ жүріңіздер, әртүрлі тілді үйреніңіздер. Тілсіз саяхаттау қиын, әрі ақымақтық. Аман, сау болыңыздар.